Сәлем достар, бүгін сіздердің назарларыңызға әдебі әдемі Ханшайым бол аудио кітабын ұсынамын. Бірінші әдеп – өтініш айта білу әдебі. Әдептің басы байқап сөйлеу. Сіздің дүние есігін алғаш ашқаннан кейінгі ең бірінші айтқан сөзіңіз қандай болып еді? Мүмкін анаңыздың айтуынша ол сөз ана болса, әкеңіздің айтуынша әке деген шығарсыз. Ал әжеңіз сіздің ең алғаш айтқан сөзіңіз әже болды деп біледі. Бірақ сіз оны тіпті есіңізге де түсіре алмайсыз. Ал сіздің ойыңызша ол ана, әке, апа сөздерінің біреуі. Негізінен ол есімдерді айтпастан бұрын сіз өтініш айтып үйрендіңіз. Кішкентай кезіңізде анаңыз сізге «сүт ішесің бе?» немесе әлди ақ бүпем, ұйықтай қойшы ақ бүпем дегенін естіген боларсыз. Сіз енді тәй-тәй басып жүре бастаған кезіңізде әкеңізбен доп ойнадыңыз ба? Әкеңіз қолына доп алып сізге «менімен доп ойнайсың ба?» деп допты сізге домалатқан кезде сіз оның бір нәрсе сұрап жатқанын түсінетін едіңіз. Тіпті сіз ата-анаңыздан бір-біріне қалай өтінгенін естіген боларсыз. Үйдегі үлкендердің «мына кітапты қарап болсаң маған берші, қызым бөлмеңді жинай салшы» деген сөздері есіңізде болар. Сіз осы өтініштердің қалай тез орындалғанын да көрген боларсыз. Өтіну өте әсерлі сөздердің бірі. Сіз оны тіліңіз шыға бастаған кезде көп қолдандыңыз. Кім қалауын өтінем сөзімен бастаса, немесе сол сөзбен аяқтаса, екінші бір жан оның өтінішін міндетті түрде орындайды. Өтініп тұрған адамның жасы маңызды емес. Мәселен, сіз 4 жасыңызда балмұздақ алып беруді сұраған едіңіз. Сіз 7 жасыңызда ата-анаңызға «өтінем, жаңа сөмке алып беріңізші» дедіңіз. Себебі бірінші сыныпта қолданған сөмкеңіз ескірген еді. 10 жасыңызда сыныппен қыдыруға баратын кезде «өтінем, барсам бола ма?» деп сұрандыңыз. 16 жасыңызда курсқа қатыспақшы болғанда «өтінем, курсқа ақша бере аласыз ба?» деп өтінген болатынсыз. «Өтінем» өмір бойы сіздің жиі қолданатын сөзіңіз болады, өйткені сіз ақылдысыз. Егер құрбыңыздан немесе өзіңізден кішіден көмек сұрасаңыз, сөзіңіз «өтінем», «өтініш» деп басталғаны абзал. Қалауыңызды «ш» жұрнағын пайдаланып, «көмектесші», «бере салшы», «айтып жіберші» деген сөздермен жеткізуге болады. Ал егер үлкен кісілерден сұрағыңыз келсе, сіз деген сыпайылықты білдіретін «беріңізші», «айта салыңызшы», «көрсете аласыз ба» деген секілді өтінішті білдіретін сөздерді қолданып үйреніңіз. Мынаны ешқашан ұмытпаңыз. Сіз сыпайы түрде біреуден бір нәрсені өтінсеңіз, өтінішіңіз тезірек орындалады. Айналаңыздағы адамдарға әрқашан күлімсіреп тұрып «өтінем» деп айтыңыз. Мейлі ол сіздің ата-анаңыз, аға-әпкеңіз, іні-сіңіліңіз, досыңыз, туысыңыз болсын, немесе дүкендегі сатушы болсын. Таныс емес адамдарға сыпайы сөйлеп іні-сіңіліңізге дөрекі болу, олар қаншалықты бұзықтық жасаса да дұрыс емес, немесе керісінше жақындарыңызға сыпайы болып, өзге адамдарға сыпайылық білдірмеу дұрыстыққа жатпайды. Себебі өтініш сиқырлы сөз, оны қолдансаңыз кез келген бұйымтайыңыз сыпайы естіледі. Қалауыңыздың тез орындалуы кішіпейіл болуда жатыр. Ханшайым кез келген нәрсені сұраған кезде «өтінемін» деп айтады. Тіпті өтініші маңызды болмаса да, сыпайы түрде өтініш білдіре алады. Егер біреу бір нәрсе керек пе деп сұраған кезде, ханшайым егер қалайтын болса, «иә, әрине» деп жауап береді. Ал қаламаған жағдайда «жоқ, рахмет» дейді. Ханшайым «өтінемін» деп бір рет айтудың жеткілікті екенін біледі. Және «өтінем», немесе «өтінемін» деп созып айтпайды. Сыпайы болып ешкім ұтылған емес. «Жоқ» деп айтуға тура келетін жағдайлар болады, бірақ оны шын себебін түсіндіре отырып мәдениетті жеткізіңіз. Неліктен жоқ екенін түсіндіріңіз. Жоқтың орнына «иә» деп айтыңыз демеймін. Егер «жоқ» деп айтуға себеп болса, жауабыңыз «жоқ» болып қала берсін. Бірақ оны сыпайы жеткізіңіз. Құрметті тыңдарман, осымен әдебі әдемі Ханшайым бол аудио кітабының бірінші әдеп өтініш айта білу әдебі аяқталды. Құрметті достар, каналға тіркеліп қазақша контентті қолдап, достарыңызбен бөлісіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет.